Сәлем достар, осы видеоның жасалу жолын көрсетейін. Ол үшін әдеттегідей CapCut приложениесіне кіреміз. Новый проектті басамыз. Алдын ала түсіп дайындап қойған видеоны добавить деп қосып аламыз. Енді бұл жерде артық жерлерін кесіп тастаймыз бірінші. Видеоның үстінен басып тұрып, разделитті басып, мұны ең бірінші тұрған артық қоршаудағы жерді удалить етеміз. Арт жағында тоже артық жерін үрлеп болғаннан кейінгі міне отырған сәттен бастап үстінен видеоның басып белгілеп, разделить деп кесіп, мынау қоршаудың ішіндегіні удалить етіп тастаймыз. Енді артында мынау приложениенің өзінің жазуын тоже үстінен басып тұрып, удалить деп басып тастаймыз. Артық жерлерін кесіп тастадық. Енді текст қоямыз. Астында добавить текст дейміз. Добавить текст. Анимациялы текст. Енді оны астында шрифтін өзгертіп, өзімізге қажетімізше стилін қойып жасап аламыз. Осылай болсын, чтобы көрініп тұру үшін. Осы жазған текстімізді үстінен басып тұрып, копировать деп, екі рет копировать етіп аласыздар да, бұны қолыңызбен суреп әкеліп жанына қоясыз. Өйткені бізге екі түрлі анимация қою керек болады. Мына жерде қолымызбен көрсеткен кезде шығатын қылып қоюымыз керек. Яғни осы жерге келген кезде ол біріндеп шығатын бізге анимация керек. Так, ол үшін текстің үстін басып тұрып, анимацияға кіреміз. Астынан қарап-қарап, өз қажетіңізше таңдап аласыз, қайсысы ұнайды, қайсысын қойғыңыз келеді, қалай шығарғанын қалайсыз. Енді скоростын баяу, қатты астында жылжытып қоясыз. Текстті сәл жылжытып алайық. Содан кейін үрлеп бастаған жерден жылжытып әкеп қоямыз тексті. Енді астында тоже текстің үстінен басып тұрып, анимацияға кіреміз. Міне, тауып алдық. Размерін қойып аламыз. Енді қараңыздар, мұны кішкене астына қоямыз. Тоже, текст тоже. Жалғақ қояйық. Қараңыздар, осылай. И осылай үрлегенде қыламыз. Содан кейін бұл біздің жасаған видеомыз әдемі болып көріну үшін, жай простой болып көрінбес үшін, астында эффектіға кіреміз. Эффекті тело деген бар, соған кірсеңіздер, міне мына трендтегі эффектілердің ішінде міне мынаны қойсаңыздар болады. Әртүрлі қойсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Мына жерде неше түрлері бар. Қарап отырсаңыздар, неше түрлі мүмкіндіктер бар міне. И птичка қойып таңдап аласыз. Сіз бұл эффектіні барлық видеоның астына созып қоясыз. Сосын назад жіберіп, звукқа кіреміз. Звукқа кіреміз. Осы жерден кез келген қалаған звугымызды таңдап ала аламыз. Плюсті басамыз. Звук қойылды. Арт жағын басып тұрып, үстінен басып тұрып, разделитті басамыз да, удалить деп кесіп тастаймыз. Бұл видео дайын. Енді қараңыз, бұл видеоға обложка қою үшін обложканың үстін басамыз. Мына жылжытып отырып, сохранитті басамыз. Бұл видео дайын. Стрелканы басамыз. Готованы басамыз. Болды. Галереямызға түсіп тұр.